Мен ол бөлменің есігін ашқан сайын денем дірілдеп тұратын. Бірақ айтқанын орындамасам, одан жаман нәрсе болатындай көрінетін. Ағам үйдің үлкені, бәріміз одан сескенетінбіз. Ағам әскерге барып келген соң соқ қалған екен. Жүйке жүйесі сыр бере бастады. Анам болса, ол сенің қамқоршың дейтін. Бірақ мен оған қарай алмаушы едім, себебі ол маған басқаша қарайтын. Сол күні де ішке кір, есікті жап деді. Мен үндемедім, кірдім. Аузыма дейін келген жоқ сөзі тамағымнан кері қайтты. Мен заттарды жинап жатқанда ол маған тақап келді. Бір түрлі тым жақын, жүрегім зуылдап кетті. Кеудем қысылып терлеп кеттім. Сол сәтте өмірім екіге бөлінді. Бұрынғы мен күлкілі бала, қазір мен үнсіз тұншыққан қыз. Бөлмеден шыққанда менің тізем қалтырап тұратын. Бірақ мен оны жасыруға шебер едім. Не болды деді анам. Тек басым ауырып тұр, сабақ көп қой дедім. Ағамның жанынан өткенде ол маған күлімсіреп қарайтын. Ол күлімсіреді, ал мен іштей айғайлап жаттым. Сыныптастарым не болды десе, мен ештеңе деп жымиятынмын. Түнде жастыққа жылап, ішімнен былай деуші едім. Қашан бітеді бұл? Қашан мен жай ғана бала боламын? Бір күні мектепте мұғалім менің жазуымдағы бір сөйлемге көз түсіп қалыпты. Жаным шықпай тұрғанда жанымды құтқаршы. Бұл қайдан шықты деді ол. Көркем шығарма, фантазия дедім. Ол сенбей қарады, бірақ үндемеді. Сол күні үйге келгенде ағам телефон қарап отыр екен. Менің телефонымды сұрады. Пароль? Жоқ, өтірік айтпа деді де менің жаныма отырды. Дене мен ойдың арасында байланыс үзіліп кеткен кез. Мен үшін сол сәт еді. Мен өз тәнімде өзім емес едім. Күндіз мен жақсы оқушы, тәртіпті қыз едім. Түнде ішімде мың дауыс ұлыған. Қараңғы түнектегі тұншыққан бала болдым. Телефонға хат жаздым, бірақ ешкімге жібермедім, тек оқыдым. Анашым, егер бір күні мен жоқ болып кетсем, іздеме. Мен сенің басыңды ауыртқым келмейді. Ағам сені ренжіткенін қаламаймын. Бірақ мен кетпедім, себебі анам мені ешқашан түсінбейтінін білдім. Ол оған сенетін, ал мен одан қорқатынмын. Бір түн тағы да есік ашылды. Ұйықтап қалдың ба? Деді сыбырлап. Мен көрмеген кейіп таныттым. Денімді тежеп жансыз дене болуға тырыстым. Бірақ ол менің тірі екенімді білетін. Сол түні мен ішімнен былай дедім. Мен сындым, бірақ ешкім естімеді. Сол түннен кейін менің ішкі даусым өшті. Бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Мен жай ғана тірі денеге айналдым. Жансыз, сезімсіз, үнсіз. Бір күні мектепке дәрігер келді. Барлық қыздар тексеру үшін. Мен қашып кеткім келді, себебі ішімдегі жараны ешкімге көрсеткім келмейтін. Алайда дәрігер бірден байқады. Қызым, бір нәрсе болған ба саған? Мен басымды шайқадым. Көзіме жас келді. Сол күннен кейін мен психологқа шақырды. Сөйлеткісі келді. Тек үндемеді. Мен жыладым. Көзімде. Айтсам, анам сене ме? Айтсам, мені кінәламай ма? Айтсам, мен жалғыз қалмайым ба деген сұрақтар тұрды. Мен мектеп бітірдім, қалаға жеттім. Ағам үйленді. Анама жақсы бала, жұртқа ең мықты аға боп қала берді. Тек мен ғана шындықты білетінмін. Қазір 25-темін. Әлі күнге дейін бөлмеге кіргенде есікті ішінен жаппаймын. Түнде ұйықтарда шамды сөндірмеймін. Және де бір ер адамға сенбеймін. Өйткені менің ішімде жарылмай тұрған бір бомба бар. Ол үнсіздік. Жоғары оқу орнына оқып жүргенде бірде-бір сабақтан қалмайтынмын. Себебі бос уақытым болса, ойларым мазамдалатын. Сабақ мен үшін қорған, кітап қалқан. Бір күні топтағы бір жігіт жақынырақ сөйлесе бастады. Жай ғана дос болғысы келді. Бірақ мен шошыдым. Қасына отырсам, қол дірілдеп кететіндей сезім пайда болатын. Саған бір нәрсе болған ба? Деді ол. Мен тек жай күліп, жайсыз балалық шақ болған дедім. Ол менің шындығымды көтере алмайтынын білдім. Себебі ешкім сенбейді. Ағаң ба? Жоқ, мүмкін емес, дер еді. Сол кезде мен бірінші рет мойындадым. Менің ішімде біреу өлген, ол менің сенімім. Анам бірде маған қоңырау шалды. Ағаңның туған күні жақындап қалды ғой. Жақсы сыйлық аласың ба? Деді. Жүрегім дүрс ете қалды. Қолымдағы қалам түсіп кетті. Иә, көрем дедім. Телефонды қойған соң көз жасым төгілді. Себебі менің анам оны жақсы көретін. Себебі менің анам мені түсінбейтін.
Мен оны кінәлай алмадым. Себебі ол да алданған еді, мен сияқты. Сол түн бір қағазға мынандай сөздер жаздым. Анашым, мен саған айта алмадым. Сенің ұлың менің бала кезімді ұрлады. Сен мені қорғауың керек еді. Бірақ сен сенбейтіндей етіп бәрін жымын білдірмей жасады. Енді кеш. Бірақ мен бұл хатты жібермедім. Мен бәрінен сүздікпен жауап беруді үйренгенмін. Қазір мен психологқа барып жүрмін. Ол менің көзіме қарап отырып: сен тірісің, сен өмір сүріп келесің, бірақ сенің ішінде өлген қыздың жаназасы ешқашан шықпаған деді. Сол кезде барып жыладым, өмірімде бірінші рет дауыс шығарып. Өйткені мен енді үнсіздікті бозғым келді. Бірақ ағаң ше, кешірдің бе? Жоқ, мен оны кешірмедім. Бірақ мен өзімді кешіру жолында келемін. Қазір мен жатақханада емес, жеке пәтерде жалдап тұрамын. Есігімді 2 құлып салам. Терезеде перде бірақ ашық тұрады. Ұйықтарда жарықты сөндірмеймін. Және өзіме жиі айтамын: сен кінәлемессің, сен аман қалдың. Бұл сенің жеңісің. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.